Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Бүгін кәді орамасын жасаймыз. Ол үшін бізге кәділер, панировочный сухари, 5-6 жұмыртқа, сарымсақтар, қызанақтар, салатный лист, фетакса сыры және майонез керек болады. Кәдімізді аламыз. Өте жұқа емес, өте қалың емес. Осы видеодағыдай қылып кесіп аласыздар барлығын, ұзын-ұзын қылып. 5-6 жұмыртқамызды ыдысқа жарып дайындап аламыз. Және туралған кесілген кәдімізді жұмыртқаға малып, одан кейін панировочный сухариға батырып алып, противеньға пергаментный қағазымызды төсеп, барлық кәділерді осылай рет-ретімен қойып шығамыз. Барлығын осылай жайып шыққаннан кейін духовкаға 180 градуста 10 минутқа пісіріп алыңыздар. Сырты қытырлап, қызарып шығу керек. Біздің кәдіміз дайын болғанша фетакса сырымызды турай береміз. Осындай түрін алыңыздар, фетакса сырдың. Творожный сыр алсаңыз да болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Және осы видеодағыдай қылып, ұзын-ұзын қылып турап алыңыздар. Барлық кәділерімізді пісіріп алдық, енді орама жасаймыз. Ол үшін майонезімізге сарымсағымызды уақ қылып турап араластырамыз. Және кәдімізді алып, осылай кәдімнің үстіне жағып майонезді, салатный листімізді саламыз, кішкене шығып тұру керек. Одан кейін фетакса сырымызды қоямыз үстіне. Және қызанағымызды қоямыз. Енді осылай орап жасаймыз. Міне осымен орамамыз дайын. Барлық кәдіні осылай жасап шығасыздар. Соңына шейін қарағандарыңызға рахмет. Осылай жасап жеңіз.